Күшті. Қайырлы күн, құрметті достар, тәуекел жобасы сырым ауданы жымпиты ауылында солай болса бізбен бірге болыңыз дедік. Ағаділ мырза, өзіңіз жайлы енді таныстырып өтсеңіз, ауыл аманаты бағдарламасына қалай келдіңіз жалпы? Біз жалпы 2023 жылы өтінім бердік ауыл аманаты бағдарламасына жаз айында. Содан желтоқсан айында толықтай 8 миллион 600 теңге ақша қолымызға түсті. Содан кейін Алматы қаласынан тапсырыс беріп, осы ақша аударып, өзімізге керекті құрал жабдықтарды алдық. Бағдарламаға қатысуға деген шешімді қалай қабылдадыңыз? Енді бастап жатқан кәсіпкерлер өте бір тиімді бағдарлама. 2,5% дегеніміз бұл. Кілемдерді тазалау бойынша жаңа қандай жабдықтарды пайдаланасыздар осы жерде? Ең алғаш енді кілем біздің цехта шаң қағу аппаратына саламыз. Шаң қағып болғаннан кейін кілемнің төселіп, суларын құйғаннан кейін роторный машина дейміз. Роторный машинаға саламыз. Одан толықтай жуылып, бойындағы ластар езіліп болғаннан кейін центрифуга деген аппаратымыз бар. Центрифугаға саламыз. Центрифугада 6 минут бойына сығылып, бойындағы бүткіл шаңы, ласы су арқылы сығылып болады. Болғаннан кейін сушильный бар, зона сушильный аппарат. Сонда 12 сағат көлемінде кептіріп, дайын болып, екінші күні мына финишный столдың үстіне қойып, мына жерде пылесосымыз бар. Пылесостап, расческа дейді, яғни сыртқа келбетін қараймыз. Яғни ол кілем дайын ба, дайын емес пе? Ауыл тұрғындарының көзқарастары қандай жалпы енді? Сұраныс бар ма? Көктем шыға келе ашылу салтанат жасап, содан бастап кеттік. Сұраныс жақсы. Ауылда кілем тазалаудың болашағы бар ма? Болашағы бар. Адамдар өздерінің үйлеріне қазіргі таңда, яғни бейімделіп келеді, ақ кілемдер алуға. Ескі кілемдердің бәрін, кухня дейміз, жазғы жерлерге төсейді, үйдің ішіне ақ кілем алады. Ақ кілем тез ластанатын болған соң сұраныс артып келе жатыр. Күніне қанша клиенттен түседі сонда? Күніне жоқ дегенде бір 10 үй түсетін болса, әр үйден 2-3 кілемнен. Жалпы енді бағасы қанша сонда деген? Қыс мезгілінде құттай жоғарырақ болады. Қазір цена түсірдік, бағаны халықтың. Қанша? Қыста 700, жазда 600 теңгеге түсірдік. Ағаділ мырза, сізге алғысымызды білдіреміз, үлкен сұхбатқа келіскеніңіз үшін. Бастаған кәсібіңізге берекесін тілейміз, берекелі болсын. Амин. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.